Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті дзюдо жанашырлары, арнайы осы керемет Golden Fight жеңімпазына федерация атынан арнайы сыйымыз бар. Бұл сыйды табыстайтын қазақ тарихындағы дзюдо олимпиадасындағы ең алғашқы жүлдегер Асқар Жүткеев мырза. Біздің болашақ чемпион Омар Бақтыбайға арнайы кимоно. Бұл енді алдағы уақытта олимпиада чемпионы және әлем чемпионы болсын деген оймен, осындай ырыммен осы сыйлықты табыстаймыз. Қошеметтеріңіз. Естелік сөйлейді. Тамаша керемет. Асқар Жүткеев, қошеметтеріңіз. Елдос, шыны керек, Париж олимпиадасынан кейін біраз уақыт өтті. Дүйім жұрт, барлық халық сүйікті Елдос Сметов татамиге қашан оралады деп көкейінде сұрақ болды. Осы күнге жетті, татамиге оралдыңыз. Құтты болсын. Енді осы дүйім жұрттың алдында халыққа айтарыңыз бар ма? Ассаламу алейкум. Барша қазақстандарды сіздерді келіп жеткен мерекемен, кешегі жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Және дзюдоның мерекесі Гран-слам турнирінің өтуімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде жеңісті күндер көп болсын. Еліміздің көк туы желбірей берсін. Сізге қуаныштымын. Олимпиада чемпионы болып орталарыңызға оралды. Біздің олимпийский медаль осы нашивкамызбен бастау алды. Сіздердің ақ баталарыңызбен келесі турнирларымызға. Қана Қазақстан емес, жалпы әлемнің түкпір-түкпірінен дәл қазір қарап отыр, сол себептен ағылшыншада түсіндіріп кету керек. Ladies and gentlemen, I welcome all people here in this wonderful place. I'm happy to be with you, and of course, I'm happy to be here as an Olympic champion. And of course, all this by support of you. Және де өздеріңіз білесіздер, 2024 жылы осы сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп, жүлделі орынды алып, ақ баталарыңызбен, қолдауларыңызбен еліміздің астанасынан Францияның астанасына Парижге барып, алтыннан алқа тағынып келдік. Yeah, as you know, ladies and gentlemen, in 2024 on Kazakhstan Barista Grand Slam, I participated and earned some rating points, and of course, according to these points, by support of you, I went to the Paris Olympic Games and won the gold medal. Және де сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Сіздер әрқашанда бізге күш жігер сыйлайсыздар. Сондықтан әрқашанда жанкүйер болуға шақырамын. Бұл нәрсені өз басыма отырмын. 2015 жылы осы әлем чемпионы болдық. Сіздердің қолдауларыңызбен. Қаласы елімізде 11 жыл араға салып, тағы да әлем чемпионаты өтеді. Сол жерде өнер көрсетеміз, еліміздің абыройын қорғайтын біраз спортшыларымыз болады. Сіздердің қолдауларыңыз міндетті түрде керек. Ladies and gentlemen, as you know, in 2015 here in Astana, I became a world champion in judo, and after 11 years, as you know, in 2027, World Championships will return to Astana one more time, and I would like to say that for sportsmen, for all sportsmen, your support is so important. So that's why support our sportsmen every time. Және де менің балам Омар, мен олимпиадаға чемпион болуыма көмектескен менің мотивациям. Бұның да болашақта
Олимпиада чемпионы болуына, жастарға мотивация болу ретінде осы жерге шақырып, алғашқы қадамын жасауға көмектесіп, осында алып шығып отырмыз. I won this gold medal and I did it. So that's why I would like to thank all of you that you give so wonderful opportunity to make a first steps of my son here on tatami. Ал балам, бүкіл қазақ елі, бүкіл әлем көріп отыр. Құдай қаласа, бізден кейінгі еліміздің болашағы мына сендердің қолдарыңда. Еліміздің батырлары көп болсын. Еліміздің атын шығаратын, қазақтың атын шығаратын, тек қана спортта емес, кез келген салада әлемнің тарихына айналатын жастарымыз көп болсын. And I would like to thank you very much. Yeldos Smeta. Тамаша, құрметті. Менің қолтама қойылған футболканы сыйлық бар. Қазір барлықтарыңызды лақтырып шығамыз. Құрметті жангерлер, Елдос Сметов арнайы